Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Мақсат Қазбеков. Ардыңа тірке лайктан басып қолдап отырыңыз достар. Бұл видеода достар өте керемет видеолардың бірі, топ контент деп айтсам да болады достар. Бұл видеоны мен көп уақыт тырысқан болатын достар. Сіздерге көп рахмет. 250 подписчикпен 250-ге жеткізіп тастапсыздар. Сіздер активтігіңіз зор екен. 300-ге жеткізейік достар. Давайте смело подписка достар. Ал енді біз видеоға кеттік, смело көреміз. Давайте. Айтпақшы достар, ұмытып баратыр екен достар. Бұл видеоның атында көргендей достар. Бұл видеоның атында превьюінде көргендей біз қазақ ютуберлер қай ұлтқа ұқсайтынын айтатын боламыз достар. Онда видеомызды бастаймыз. Смело лайк, смело қолдау достар. Онда біз видеоға кеттік. Достар, біздің бірінші ютуберіміз ол қазақ ютубер топовый контентті түсіреді достар. Ол бізде Мадияр Пернебай. Мадияр Пернебай 72% орысқа ұқсайды депті, 21% кореян депті достар. Ол орысқа ұқсай ма білмеймін, бірақ кореянға ұқсайды кішкене келеді. Ал бұл жерге ол 5% ұқсайды екен, американға 2% достар. Сіздер бұған келсеңіздер комментарий жазып кетіңіздер достар. Осы Мадияр Пернебай таза осы ұлттарға ұқсайды екен. Бұл шын ба өтірік па білмеймін, бірақ бұл программа өтірік істеуі де мүмкін достар. Онда біз келесі ютуберге кеттік. Достар, келесі ютуберіміз ол бәріңіз білетін Ерса 50% кімге ұқсайтынын көріп тұрсыздар. Бұның түргелбеті соны ұқсайды деп ойлаймын. Ал Португалия 24% ұқсайды екен, түрі Мексиканға ұқсайды деп айта аламын. Бұның түрі 19% Мексикан дегенге келсем, Ватикан дегенге де білмеймін, ұқсай ма ұқсамай ма достар. Комментария жазып айтып кетіңіздер, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс достар. Ал енді келесі ютуберімізге кеттік. Достар, келесі ютубер кім деп ойлайсыздар достар? Комментарияға жазып айтып кетіңіздер. Келесі ютубер рэпер достар. Бәріңіз білетін ол қай ютубер төлесі рэперлердің ішінде рэп көп жазады, топовый контент видеолар түсіреді достар. Бұл әрине Кибро. Кибро Инданияда, Киброның көбісі алып персонажына ұқсатып жатады. Алып персонажына Кибро ұқсайтын болса егер, лайк басып коммент жазып кетейік. Достар, Кибро Индияға ұқсайды дейді, 80% достар. Бұл мен оған келесі екінші сақал мүрпей Индия деп түрі. Россиянға 12% болғанда келсең достар. Британға 7% дейді. Иранскқа 1% достар. Осыларға келсеңіздер, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер достар. Кім Киброның фанаты, сол комментарий, лайк, подписка достар. Ал енді біз келесі ютуберімізге кеттік достар. Go like. Достар, келесі ютуберіміз бәріңіз білетін ол Даник Реал. Даник Реал GTA-дан әртүрлі ойындардан видео түсіреді. Оның қызықты видеолардың бірі Free Fire смешный момент айтқанда Free Fire'дың күлкілі сәттері деген. Соны веб-камерамен түсіреді, сол өте қызықты видеолардың бірі. Ал Даник Реалға келетін болса, 41% Корея деп тұр достар. Мексикаға 38% деп тұр, ал қазаққа 19% деп тұр. Ал соңғысын көргенде 2% басқа ұлт өкіліне ұқсайды екен. Даник Реал ағамыз ол қазақ екеніне қуаныштымын достар. Лайк басып комментарий қойып кетіңіздер. Достар, келесі ютуберіміз бәріңіз танисыздар достар, танымайды деген ойда емеспін достар. Бұл Али Кизет достар. Али Кизет ол 50% қазақ достар. Кәдімгі қазақтың баласы достар. Қазақ деген қазақтың түрі осындай болу керек қой достар. 50% қазақ, 27% Корея достар, 19% қандай екен көріп тұрсыздар, қай ұлт екеніне достар. 4% қандай ұлт екенінде көріп тұрсыздар. Осыған келсеңіздер ме, Али Кизеттің түрі осындай ма, қазаққа ұқсайтынына келсеңіздер ме? Келсеңіздер лайк, коммент қойып кетіңіздер, и подписаться достар. Ал енді біз келесі ютуберімізге кеттік. Давайте кеттік. Достар, келесі ютуберіміз ол
ағамыз достар. Puzzle Life каналын түсіретін Али ағамыз достар. Бұл Али ағамыз Мексиканға ұқсайды дегенге келісем. Өйткені тұр әлбетте Мексикан деп айтып тұр 50%. Бразилияға да ұқсайды дегенге келісем достар. Бұл ағамыз қазақ екен, ойлаңыздар, қазақ деп айтып тұр таза 8%. Итальянға ұқсайтынына келісем, өйткені түрі итальянға да ұқсайды кішкене 3% достар. Келесі ютуберімізге кеттік достар. Келесі ютуберіміз ол Нұр Channel достар. Бұл кореянға ұқсайды дегенге түріне келісем достар. Өйткені түрі кореян деп айтып тұр достар. Кореянға 54% ұқсайды екен, ал Россияға достар 32% ұқсайды екен ұлт өкіліне достар. Ал 3 пен 4-төгір достар, бұларға ұқсай ма, ұқсамай ма, комментарияға жазып кетіңіздер, лайктарыңызды басып достар. Ал енді біз кереметтей ютуберлерімізді айттық, енді қалған ютуберлерімізді айтайық. Кеттік достар. Достар, мен Аян Қошановты айтқым келеді келесі ютуберге достар. Бұл келесі ютуберге 41% кореянды шығарып тұр бұл программа достар. Бұл программа мен келісем енді кореянға достар. Бұның түрі кішкене Кореяға ұқсайды достар. Енді Қазақстанға достар, қазаққа 25% ұқсайды достар. Ойлаңыздар, 25%, 3-төгір тұрғандаңыздар 18% басқа ұлт өкіліне ұқсайды екен. Германия, неміс фашистеріне 16% ұқсайды достар. Енді өзіміздікі болғандықтан кейін, қазақ өкілі болғандықтан кейін, мен осы ютуберімізді алдық достар. Бұл ютубер осыларға ұқсаса комментария жазып, келсеңіздер, комментарияңыз, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер достар. Ал енді біз келесі ютуберімізге кеттік. Келесі ютуберіміз ол NoNiKZ достар. NoNiKZді бәріңіз танисыздар. Бұл NoNiKZ қай ұлт өкіліне ұқсайтынын айтып кетейін достар. NoNiKZ Грекияға 81% ұқсайды екен достар. Германияға 13%, Россияға 3%. Төртіншісі басқа ұлт өкіліне ұқсайды екен достар. Сіздер осыған ұқсайтын болса, Нони ағамыз комментарий жазып, лайк басып, қолда кетіңіздер, өз пікірлеріңіз қалдырыңыз. Ал енді біз басқа ютуберлерімізге кеттік достар. Достар, келесі ютуберіміз пазлды жүргізеді достар. Бұл пазл жүргізетін Әділ деген ютубер достар. Бұл ютуберге сөз жоқ, пазлды керемет жүргізеді достар. Бұл көрсеңіздер 49% басқа ұлт өкіліне ұқсайды екен достар. 30% Грекияға, 19% Кореяға, және де 4-ші көрсеңіздер 2% басқа ұлт өкіліне ұқсайды екен достар. Бұл ағамыз қазақ емес екен достар. Осы пікірге келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, комментария жазып лайк басып кетіңіздер. Достар, мынау келесі ютуберіміз Темірлан Болат достар. Темірлан Болаттың 80% қазақ достар. Қазақ баласы осындай болу керек достар. Кореянға 17% дейді достар. Келесем Кореянға кішкене ұқсайды. Франкке 2%, Германия немістерге 1% ұқсайды екен. Қанында неміс қаны жоқ екен, көбінесе қазақ қаны бар екен достар. Сондықтан осы пікірге келсек деген ойдамын достар. Осымен біздің неміз аяқталды. Ұлт өкілдерін көрсетіп біттім достар. Бүкіл ютуберлердің қалған ютуберлер болса кешірім сұраймын достар. Барлық суретті инстаграмнан осы фотоларды ғана таптым достар. Осы видеоны лайк басып, комментария жазып тіркеліп кетіңіздер. 300 подписчик.